Жұмысы жария болмайтын мүсіншілер. Өрлеу педагог кадрлардың біліктілігін арттыру институтының Павлодар облысы бойынша филиалының директоры Роза Әшімбетова педагогтарды дәл осындай маман иелеріне теңеді. Педагогикалық шеберлік 2019 байқауы биыл дәстүрлі түрде тағы да өтті. 29 жастағы мұғалім Ержан Рақымтаев жоба қатысушыларының бірі. Ол Баянауыл ауданы Шәкен Айманов атындағы мектеп ұстазы. Өлкетану оқулығына арналған дидактикалық жинақ құрастырған. Бұл туған өлкем тұнған шеже атты үйірме жұмысы барысының жалпы нәтижесі деп ойлаймын. Бұл өлкетану дидактикалық материал құралында жұмыс дәптері қарастырылған. Сонымен қатар өткізу түрі, өткізу әдіс тәсілдері және жұмысының нәтижесін көрсеттім осы байқауда. Педагогтардың идеялары мен жұмысын бөлісуге арналған байқауда павлодарлық ұстаздар алдыңғы қатарда. Осыған дейін 2016-2017 жылда республикалық байқаулардан топ жарып келген. Ал биыл ұстаздар додасына 120-дан астам мұғалім қатысуға өтініш білдіріпті. Бүгін бізде әрине соңғы кезең болғандықтан іріктелген конкурсқа қатысқан саны көп болды. Бүгін 120-дай мұғалімдер отыр. Әр секцияда өз жеңімпаздары табылады. Әрине сараптаушылар бізде өз тренерлеріміз. Педагогикалық шеберлік байқауына қатысқан ұстаздар жиында арнайы дипломдармен марапатталды. Үздік жұмыстар енді әдістемелік жиында талқыланып, алдағы уақытта өзге де мұғалімдердің қолдануына құқық беріледі. Лаура Сарман, Ильяс Қанат, Билаев.